Шашлик немесе ет тағамдарын ұсынғанда қасына осы салатты міндетті түрде ұсыныңыздар. Дәмі ерекше және ащылау болып келетін жаздық қызанақ салаты. Ең алдымен қызанағымызды жуып, ірілеу қылып турап аламыз. Одан соң көк жуамызды да жіңішкелеп тураймыз. Тәтті бұрыштан да жіңішкелеп ұзынша қылып турап аламыз. Егер бұл салаттың қатты ащы болғанын қаласаңыз, 2 ащы қызыл бұрыш, орташа болғанын қаласаңыз, онда 1 ащы бұрыш қоссаңыз болады. Одан кейін укропымызды, петрушкамызды жақсылап майдалап турап аламыз. Одан соң сарымсағымызды да тураймыз майдалап. Үстіне 1 шай қасық қант, 1,5 шай қасық тұз, 2 шай қасық лимон, 2 шай қасық оливке масланы қосып, бетін араластырып, холодильникке 1 сағатқа жібереміз. Одан соң ұсынсаңыз болады, ас болсын.